Сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. 3 минутта дайын болатын таңғы астың рецептін ұсынамын. Ең алдымен табамыздың мөлшерімен бірдей етіп лавашты кесіп аламыз. Оны жұмсарту үшін кішкене ғана суға 1-2 секундқа қойып жібітіп аламыз. Содан кейін таза қызып тұрған табаға лавашты қойып, үстіне бір дана жұмыртқаны жарып саламыз. Сосын шанышқының көмегімен араластыру арқылы жұмыртқаны жан-жағына жайып шығамыз. Және де дәміне қарай тұз, қара бұрыш себуді де ұмытпаңыздар. Жұмыртқа толықтай біріккеннен кейін лавашты екінші жағына қарай аударамыз. Жақсылап орналастырып шығамыз. Сосын үстіне үгітілген ірімшікті қолданамыз. Жан-жағына жағып шығамыз. Ортасына қарай 2 помидорды саламыз, 4 бұрышты етіп конвертикте жасаймыз. Негізінде салмасына неше түрлі салмаларды өздеріңіз эксперимент ретінде жасап көрсеңіздер де болады. Осылайша екі жағынан 30 секундтай отта ұстап тұрамыз. Егер сізде антипригарный таба болмаса, май құйыңыз, себебі жұмыртқа табаға жабысып қалуы мүмкін. Егер сіз менің жаңа бейнелерімді жіберіп алғыңыз келмесе, жазылу батырмасының жанындағы қоңырауды басыңыз. Сонда сізге жаңа рецепт шыққан кезде бірден хабарлама келетін болады. Таңғы асымыз дайын болды, өте дәмді болып шығады. Жаңағы айтып өткендей, ішіндегі салмасына неше түрлі салмаларды салып, араластыра отырып жасасаңыздар да болады. Өте дәмді болып шығады. Бұл таңғы асты күнде жеуден жалықпаймын. Ең бастысы тойымды. Егер сізде рецепт ұнаған болса, комментарийға өз пікіріңізді жазыңыз. Маған сеніммен қарап, видеомды соңына дейін көргендеріңіз үшін рахмет.